Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің эфирімізді астатықтар, яғни розовый печканың пастасы мен пеленый шербет және премиум. Потом сіздер менен по-любому көрсете беруімді сұрадыңыздар, қандай мел глиналарыңыз барын деп. Шынымды айтсам, мен жаңа қарасам, көбісі менде уже аттары потеряться етіп кеткен, барлығы араласып кеткен мелдар екен, глиналар екен. И вот ойлап жатырмын, бір әр эфирімда бір 5 адамға, бір 5 эфир, получается 5 адам, 1 килограммнан мел сыйласам ба деп ойлап жатырмын. Потому что менде өте көп жиналып қалды, мен оларды көбісін жемеймін, кусковойлар. Бірақтан да ойламаңыздар, что вообще олар жеуге болмайды деп. Өте барлығы керемет, сливочный вкус. Прям жақсы хрустеть етеді, және суды өздерінің бойланып, прям жақсы впитывать етеді. Өте пыльный, бүкілі, короче, в общем, словом, бәрі керемет. И бізде алдыңғы жолы 4 жеңімпазымыз еді. Соның Мобилком және Асел Ибрагимова өздерінің ұтыстарын ақшалай түрде алды. Кенжегүл Мұхситова и Лаура Абишева маған әлі келіссөзге шықпады. Мен бұл кісілердің эфирді көруін күтемін тағы да. Келіссөзге шығуын күтемін. Егер ол кісілер шықпаса, басқа кісілерге беруге тура келеді. Ал бірінші қандай мелдар бар екен көріп өтейік. Мынау менің, короче, мелдарым. Мен барлығын білесіздер, қайда сохранить етем. Мынандай аяқ киімнің коробкасына сохранить етем. Бүлінбейді, жерге шашылмайды. Негізі контейнер алу керек еді, әлі сол бармай жүрмін, сол контейнерді ала салуға. И мынау менің дәптерім, жаңағы нелерді жазам, жеңімпаздарды, мынау барлығы. И ал бастайық. Менде өте көп название шоқтар, нелер. Так, Феникс дейді, Анновка, Элит. Пакеттің дауысы мыйларын жеп қойса, кешірім сұраймын. Льдинка и нам явно название шок. По-моему, Волоконовка. Чураева. Остаток, Глина идет. Так, что такое? Бізде бұл уральский. Білесің, анада нелерді сақтап қоямын. Бізде жаңағы крошкалар, бұларды мен специально неге қосамын, жаңағы паста жасаған кезде или просто үстіне посыпка істеген кезде қосамын. Мынау бізде Түркістан сливки. И мынау уральскийдің жартысы. По-моему, слойка. Слойка мен песчанка осындай размерде келді. Так, мынау, по-моему, бізде плитки. Өте қатты, бірақ дәмді. Васильполе. Уйгурская. Непорядок, оған мән бермеңіздер. Так, Васильполе дейді. И мынандай біздің пыльный мелдар бар. Бонус дейді. Так, Невеста. Пыленый нестандарт шербет. И вот мне қараңыздар. Бұл менде без названий, бірақ неше түрлі мелдардың қосындысы бұл жерде. И здесь то же самое. Солнышко. Туркестан кудряшка. Так, по-моему, на жерде уйгурский. Там красный, сондай. Осындай свет болған әйтеуір. Хамелеон. Так, бізде бұл. Что-то не помню, аты бар тұғын мынаның. Ну, то же самое, сливки или плитки. Но тоже жаңағы әртүрлі мелдар, әртүрлі бұл жерде. 4-5 мелдің жиынтығы болар шығар. Вот, в общем, солай. Мінеки барлығы осы. Біз ұтысымызға шербет және премиум салып қойдық. Қазір енді дәмдерін көреміз. Розовый печкам прям күшті кетеді деп ойлаймын.
келесі 5 эфирда, яғни 5 рет түсіремін да, получается. И каждый эфирда 1-1 килограммнан мел ойнатамын. Достар, сразу айтайын, ақшалай алу деген жоқ, сразу мелдай. Кімге именно қажет, астына комментарийға жазсаңыздар болады. Мен сол аралықта комментарий арқылы таңдаймын. Әрине, маған подписаны болу керек. Ничего ана Лиза Онейрдан ойын ойнатқан кезде что-то көре алмаймын, что маған подписано или нет. Или бірдеңкесін дұрыс баспаймын ба. Сол, достар, сіздерді келесі эфирда күтемін. Сау болыңыздар.